Söz бастаған шешенім, топ бастаған өсемім, аталардың ақ келін, еш қайтарма меселін. Аталар ғой білетін, адамдықтың есебін, сәлеміңнен жаңылма. Қазақтың салт дәстүрі, халықтың жаны. Әрбір той, әрбір жоралғы ұрпақты тәрбиелеу үшін жасалған. Үйлену той екі жасты ғана емес, екі әулетті табыстырудың, ынтымақ пен берекенің мерекесі еді. Беташар той келінді таныстыру емес, жас келінге үлкенді сыйлауда, жаңа әулетке бас иіп кіргенін көрсететін тәлім болатын. Әрбір салт ұрпақтың санасына ізгілік егу, елді ұйыстыру жолындағы аманат еді. Ал қазірше, той өнер дәстүр емес, шоуға айналды. Әнші шақырып, ақша шашып, бір-бірімен санасу үшін жасалатын бәсеке болып кетті. Берекенің орнына мақтан, тәлімнің орнына даңғаза қалды. Тойдың қадірі мәнінде емес, мөлшерінде қалып барады. Егер біз дәстүрдің төркінін жоғалтсақ, ұрпақтың түп тамыры да әлсірейді. Сондықтан салтты сақтайық, тойды түзейік, мәндісін бағалайық.